Сәлем достар, сіздермен мен Нұрсұлтан, Қазақ Dream каналы. Сіздер бүгінгі видеода Among Us ойыны туралы білетін боласыздар. Among Us сөзіне келетін болсақ, ол қазақ тіліне аударғанда біздің арамызда деген сөздің мағынасын білдіреді. Арнамызда шыққан әрбір видеолар өте көп уақыт пен қажырлы еңбекті талап ететін болғандықтан, менің еңбегімді бағалау ретінде видеоға лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Among Us ойыны 15 маусым 2018 жылы iOS платформасына шыққан болатын, ал Windows платформасына 17 тамыз 2018 жылы шықты. Ойынның жалпы дизайнына келетін болсақ, оның гейм дизайнері Маркус Брамандер, ал оның программисті Форест Уиллер, және де осы Among Us ойынның суретшісі Маркус Брамандер мен Эми Луи жатады. Among Us ойынын қосып ойнаған кездегі естілетін музыка, оның да авторы Маркус Брамандер. Ойынның авторларына тоқталып кеттік. Ендігі кезекте 2018 жылы ең алғаш бұл ойын шыққан кезде мүлдем көп адам ойнамаған. Қазіргі кезде 2020 жылы Twitch пен YouTube платформаларының арқасында бұл ойын өте жоғарғы деңгейде адамдардың назарын өзіне аудартқан болатын. Among Us Fall Guys ойыны сияқты өте танымал ойындардың бірі болып табылады. Қазіргі кезде Among Us ойынын 80 миллионға жуық адам ойнайды. Among Us шыққан кезде оны көптеген адамдар ойнамағандықтан, оның разработчиктері бұның екінші бөлімін жасағысы келген. Алайда 23 қыркүйек 2020 жылы бұл ойынын айнып, керісінше осы оригинал ойынды одан әрі дамытуға кіріскен, және де ең алғашында осы ойында бір ғана карта болған. Одан соң 2019 жылы бұл ойынға екі карта қосылды, олар Полюс және Мира HQ. Among Us ойыны 1982 шыққан фильм Нечто фильмімен ұқсас деп жатады. Among Us ойыны жалпы мафия ойынның жалғасы болып табылайды, алайда мұнда өте көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда ең аз, яғни минимум 4 адам, ал ең жоғарғы 10 адамға дейін ойнауға болады, және мұнда импосторлардың, яғни сатқындардың санын таңдауға болады. Ойынның негізгі шарттарына келетін болсақ, экипаж мүшелері екіге бөлінеді. Олар әрине қарапайым экипаж мүшелері және сонымен қатар импосторлар. Негізгі мақсат импосторлар экипаж мүшелерін өлтіріп, олардың ұшып кетпеуіне жағдай жасау. Ал экипаж мүшелерінің негізгі мақсаты осы импосторды тауып және осы корабльде бұзылған жерлерді жөндеп ұшып кету. Мұндағы импосторға келетін болсақ, ол әрине рандомды түрде таңдалады, және жалпы осы ойынның тарихы туралы менің жеке ойым. 3 картаға мән беріп қарайтын болсақ, мұнда Мира HQ картасынан басталды деп ойлаймын. Себебі мұнда ең алғаш жер бетінде, яғни бұлттардың арасында жаңа бір корабльдің ішінде жүр. Және мұндағы корабльдердің ішінде, яғни өсімдіктерді өсіру қолға алынған. Яғни картаның ең үстіңгі жоғарғы бөліміне барсаңыздар, онда гүлдердің өте көптеген түрлері өсіріліп жатыр. Яғни бұл деп отқанымыз, яғни олар қолдан оттегі жасап отыр. Және сонымен қатар бұл корабль жердің үсті жағында екенін, одан әрине егерде біз кез келген адамға дауыс беріп оны шығарып жіберген кезде, корабльден ол әрине бұлттардың арасынан шығып жерге түседі. The Scalp картасындағы корабль, яғни тасбақа, осы Mira HQ картасында жөнделіп жатыр. Оны қазір сіздер видеодан көріп отқан шығарсыздар. Дәл осылай олар осы корабльді жөндеп, келесі бір ғаламшар Полюс ғаламшарына аттанады. The Scalp картасында әрине бұл өте үлкен зымыран, яғни корабль ол тасбақа формасында жасалған, яғни осының ішіндегі бұзылған нәрселерді экипаж мүшелері жөндеуге тырысады, ал импостор оларға кедергі жасайды. Үшінші карта ол әрине Полюс, яғни бұл жаңа ғаламшар екендігі түсінікті, себебі мұнда өте қатты климат және де лаваның бар екенін байқауға болады. Полюс картасында жаңа планета екендігі анық, себебі мұнда өте қатты климаттың әсерінен басқа да экипаж мүшелері қатып қалған, және мұндағы өліп іздерін байқауға болады. Яғни Полюс картасында және лабораторияның бар екендігін байқауға болады, және мұнда өте көптеген басқа да құбыжық нәрселердің түрлерін байқалады. Және импостор деп отқанымыз ол ешқандай да адам емес, себебі ол басқа ғаламшардан келген құбыжық. Оған мысал ретінде оның өлтіру әдісі. Бұл құбыжық Venom киносында барлығыңыз білетін шығарсыздар, ғарыштан келген құбыжық. Дәл осы құбыжық осы Полюс картасында пайда болған деп ойлаймын. Өйткені Venomда өзінің фильмінде дәл осылай вентиляция арқылы қашып тезірек орын ауыстырғанын байқауға болады. Және Полюс картасындағы лабораторияда құбыжықтар, яғни лабораторияда құбыжықтарды көргендіктен, яғни мұнда сіз кірген кезде де және шыққан кезде де дезинфекцияның бұл деп отқанымыз экипаж мүшелеріне Веномның жұғып кетпеу қауіпсіздігі болып есептеледі. Жалпы бұл ойын туралы менің жеке көз қарасым, бұлар ең алдымен Mira HQ картасында басталған, себебі мұнда барлық экипаж мүшелері
барлық экипаж мүшелері оттегіні қолдан жасап, келесі бір ғаламшарға ұшу дайындығы, және де осы картада The Skull картасындағы таспақа формасындағы ракетаны, яғни зымыранды байқауға болады. Осы зымыран арқылы олар полюс ғаламшарына, яғни өзінің бұрынғы экипаж мүшелеріне көмек ретінде баруы деп ойлаймын. Жалпы бұл ойынның тарихына келетін болсақ, менің жеке көзқарасым, яғни мұндағы әрбір экипаж мүшелері белгілі бір саланың қызметкерлері, себебі мұнда қауіпсіздік қызметіне жауап беретін күзетші, яғни оның өзіндік бөлмесі және де камерасы бар, және сонымен қатар дәрігерлер, яғни мұнда кез келген адам ауырып қалса, белгілі бір көмек көрсете алатын бөлмесі бар, және сонымен қатар мұнда импостер емес екендігі туралы мәліметтерді бере. Тағы да бір рөлдердің бірі ол әрине шахтер, яғни осы ойында шахтер қызметкері бар. Оған дәлел ретінде полюс картасындағы вентиляция емес, шахта арқылы импостер келесі орыннан келесі орынға ауысуы. Және сонымен қатар экипаж мүшелерінің ішінде әскерлер де бар. Оған дәлел ретінде оружейный бөлмесі, яғни бұл қарулар бөлмесінде кез келген астероидтарды атып түсіруге болады. Оған және сонымен қатар скиндарды байқасаңыздар болады. Алайда сіз ол скиндарды өзіңіз таңдағандықтан әркім өзі біледі, және сонымен қатар мұнда өте көптеген әртүрлі киімдер таңдауға болады. Among Us ойыны туралы, яғни ойынның тарих туралы, ол менің жеке көзқарасымдағы субъективті ойлар. Егер де сіз өзіңіздің ойыңыз болса, міндетті түрде комментарийға тарихы туралы міндетті түрде жазып кетіңіздер. Біз сіздерге міндетті түрде оқып жауап қайтаратын боламыз. Осылайша біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнамызға тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Қош, сау болыңыздар.